Сіздермен Қуаныш Асылбек. Бүгін біз конкурс ұйымдастыратын боламыз. Достар, бұл конкурста тек 10 адам қатыса алады. Комментарийға жазып кетіңіздер, кім конкурсқа қатысатынын. Достар, қазір кетіңіздер. Қойып алайық. Достар, мен бүгін конкурс ұйымдастырамын. Ол жақта тек қана 10 орын болады. Бірінші жазған адам білмеймін ал. Конкурсқа қатысатындар комментарийға мен қатысам деп жазып кетіңіздер. Негізінде 10 адам жазса болады, 10 адам. Ал достар, егерде 20-30 адам жазып кетсе, қалғандарын достар конкурсқа қатыса алмай қалса, ренжімеңіздер. Себебі конкурста тек бір рет емес, конкурс күнде жасайтын шығармын. Конкурс жауабын мен артына басқа видеоларда шығарамын. Достар, бірінші 10-шы орындағы адамға видеоларына 10-шы орын адамға ол екі видеосына лайк басам. Ал 9-шы орын алған адамға 3 видеосына лайк басам. Ал 8-шы орын алған адамға 4 видеосына лайк басатын боламын. Ал 7-шы орын алған адамға тек қана бір рет пиар жасайтын боламын. Ал 6-шы орын алған адамдарға видеосының бүкіліне лайк басатын боламын. Ал 5-шы орын алған адамға 3 рет пиар жасайтын боламын. Ал 4-шы орын алған адамға 5-6 рет пиар жасайтын боламын. Ал екінші орын алған адамға бүкіл видеосына лайк басып 2 рет пиар жасайтын боламын. Ал достар, бірінші орын алған адамға бүкіл видеосына лайк басып, ол адамға 5 рет пиар жасайтын боламын. Сондықтан достар, конкурсқа қатысыңыздар, конкурс жауабы шығады. Комментарий жазып кетіңіздер, мен қатысам деп. Қатысатын адамдардың бәрін қабылдаймын да, нешінші орын алатындарын сіздерге 2-3 күннен кейін айтатын боламын. Конкурс жауабы достар, 2-3 күннен кейін шығады. Күтіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Комментарийға мен қатысам деп жазып кетіңіздер. Ал біз видеоны аяқтаймыз. Сіздермен болған мен Қуаныш Асылбек. Достар, сау болыңыздар.